25 мыңдай тәлімгері бар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті студенттерді сайлауға барып, дауыс беруге мәжбүрлеп жатқаны туралы ақпарат тарады. Мұны университет студенттері масс-медиа басылымына айтқан. Оларға ауылдарыңа қайтпаңдар, общагада жатақханада желательно қалыңдар, дауыс беріңдер, сайлауға барыңдар деген. Енді бұл бізге ғана емес, жалпы жыл сайын болатын нәрсе ғой студенттерге. Жалпы адамдардың бәрі біледі ғой оны. Студенттердің өздері де біледі, бәрі 100% біледі. Біз оқу жүрген кезде сондай болатын, осыдан 10 жыл бұрын. Азаттыққа да университеттің бірнеше студенті басшылық тарапынан мұндай нұсқаулығы болғанын растады. Бірақ оқудан шығарып жібере ме, әлде басқада қудалау бола ма деп қауіптеніп, ашық сұхбат беруден бас тартты. Камераға сөйлеген кейбірі былай дейді. Жоқ, ондай жағдай болмады, тек сайлау болатыны жайлы ескертілді және дауыс беруге шақырған болатын. Ондай үгіт насихат шаралары кішкене қинау деген сияқты ондай шаралар болып жатқан жоқ әзірге. Жоқ, бізге ондай кураторда ешкім айтып атқан жоқ, таңдандар, бүйтіп сүйентіңдер. Осы Алматыдағы пропискалар, Алматыдағылар бар ғой, соларға кәдімгідей өту керек деп міндетті болып жатыр оларға біздегі группаластарыма. Маған түксе айтпады, шын айтқанда. Тек қана осы общажналарды шақырды, бізді шақырмады. Ешкім кураторымыз айтты. Не деп? Келіңдер, бір обязательно түрде барыңдар, и все. Конкретно маған айтпады, потому что я не общажная. Есеп беріңдер деді ма? Я тексереміз деді. Университеттің баспасөз қызметі масс-медиа сайтына шыққан ақпаратты жалған деп бағалайды, студенттерге қысым болмағанын айтады. Ресми ақпарат келген емес біріншіден. Екіншіден бұл заңға сәйкес емес. Біздің студенттің аты да айтылмаған ол жерде. Ол жасырынып айтылған. Ол чат, может, басқа университеттің чаты болар, білмейміз. Сондықтан ондай бізге жала жабудың қажеті жоқ. Қазақстанда студенттерді сайлауға баруға міндеттеу оқиғалары жиі болады. Университет және колледж студенттері әлеуметтік желіде оқу орындары билік тарапынан ұйымдастырылған шараларға әкімдіктің флешмобтарына еркінен тыс апаратынын айтып шағымданады. Бірақ университет әкімшілігі мен билік мұндай оқиғалар барын мойындамайды.